мен вебинардан шықтым. Айтатын нәрсе бар, мощный нәрсе. Қараңдар, сағат 11 болып қоймағанда, қараңдар. Егер, допустим, жұмыс жатқан кезде, ты не должен, да, ты даже можешь не любить работу, но кей жұмыстар болады, которые сен істегің келмейтін, бірақ істеу қажет. Да? Істеу қажет нәрселер сені қалаған результатқа жеткізеді. Допустим, таңертең тұру қиын, или, допустим, осылай продюсерство, маркетинг жұмыс істейсің, бірақ офиста істейтін жұмыс саған ұнамаса, бірақ сен офиста отырып 1-2 сағат отчет бәрін, R&B ананы бүкіл есептеуге құртсаң, ол нәрсе сені құрту керексің соған уақытта, потому что ол нәрсе, сол жасап жатқан нәрсе сені керек результатқа келеді. Сол үшін саған главный результат ұнаса, сен сол нәтижеге жеткізсе, сол жолда айтады ғой, мен өзім сүйіктісімді тауып жатырмын, іздеп жатырмын. Сосын мен ұнамай қалды, мен ұнамайды ғой, зачем это нелюбимое дело деген нәрсе ондай жоқ. В любом случае сен жасаған келмейтін жұмыстар болады, бірақ сен соны жасау керексің, потому что сол жасаған жұмыс сені сен қалған результатқа нәтиже жеткізеді. Сол үшін по пути кейбір жұмыстар болады, жасаған келмейтін, но жасау қажет. Так что сол жұмыстан қашпаңдар. Это не значит, что ол сенден саған бүкіл ұнап берсе, ол өмір емес қой, саған қиын болу керек, не болу керек. Сен жасаған келмеу, сен через силу воли жасау керексің, да, оны жасау керек нәрселер болады. В любом случае, саған бәрін алса, сен даже оны слишком оңай болып кетеді ғой, изи болып кетеді ғой. Сол үшін, так что сол моментте тоже ұмытпаңдар. Это не значит, что сендердің бұл іс сендердікі емес деген. Бүгін 43-ші күн. Главный саған нәтиже жинау керек, ал жасайтын жұмыстар, кейбір жұмыстар саған ұнамаса да, главный саған нәтиже жинау керек. The greatest, everybody knows my name, shit, I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit.